адамның өмірі барлығы қоғамға, отбасына қарайды ғой жаңағы. Кімнің анасы, әкесі жақсы болса, оның сәбилік шағы мен балалық шағы жақсы болады. Өйткені жақсы тәрбиеленеді. Ал енді кімнің әйелі жақсы болса, оның жігіттік шағы мен есейген шағы жақсы болады. Ал кімнің жаңағы келіні жақсы жерден тәрбие көрген болса, оның қартайған шағы жақсы болады дейді ғой жаңағы. Балалық шағында, сәбилік шағында оған ата-анасы үйретпеген болса, бұрын жаңағы өзіміздің арамызда жүріп сондай ағымға кетіп қалғандар. Енді оның балдары не болып жатыр әзір? Әкесі сол нәрсені үйретсе, нағыз сонда жаңағы деструктивті ағымды тәрбиелеген адам болып шығады да. Осыған не көңіл. Біз Құдайға шүкір, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бүкіл облыстарға фатуаны өкілін қойдық. Мына фатуа сұрақ жауаптар, телефонымыз бар, сайтымыз бар, жеке кездесу бар, бәріне жаңағы толығымен не қыламыз, біз не жауап береміз.